Құран кәрім. Құран оқу, жатқа оқу, терең ойлау мағынасындағы араб сөзі. Күллі мұсылман қауымның шариғат заңдылықтарында, діни ғұрыптарында, тіпті күнделікті тіршілігінде басшылыққа алатын аса киелі қасиетті кітабын Құран деп атайды. Ол мұсылмандар ұғымында тура жол көрсетуші, адамзатты ақиқатты қауыштырушы қасиетті кітабы. Сондай-ақ Мұхаммедтің ең үлкен пайғамбарлық кереметі мұғжиза деп аталады. Құранда 114 сүре бар. Ең қысқа сүре 3 аяттан тұрады, Кәусар сүресі. Ал ең ұзағы 286 аяттан тұратын Бақара сүресі. Құран сүрелері меккелік, мәдинелік болып екіге бөлінеді. Меккелік сүрелер Мұхаммед пайғамбар Мекке қаласында тұрғандағы түскен сүрелер. Онда жалпы иман, сенім, жаннат, жаһаннам, әлем мен адамның жаратылуы, бұрынғы өткен пайғамбарлар туралы тақырыптар баяндалады. Ал пайғамбардың Мединеге көшуіне байланысты ондағы түскен сүрелер мединелік сүрелер деп аталады. Бұл сүрелерде қоғам өмірі мен адамдар арасындағы қарым-қатынастар, яғни адамның ақыл-ойы, дүниетанымдық өркениеттік негіздерге жету туралы әмірлер мен тыйымдар, тағы басқа тақырыптар баяндалады. Құран Алла әмірімен Жәбірейіл періштесі арқылы Мұхаммед пайғамбарға 23 жыл бойы түскен екен. Қадыр сүресіне алғашқы уахи хабар 610 жылы Рамазан айының Қадыр түні Мекке тауының Хира өңірінде Мұхаммед пайғамбарға түскенін баяндайды. Мұхаммед пайғамбар оқу жазу білмейтін кісі болған еді. Ол Алладан уахи келгенде хатшыларына сүре аяттарын түскен жерде жаздырып отырған. Пайғамбардың сахабалары Құран аятта түскен мезетте толық жаттап алып, оның оқуды тәртібін де жете меңгеріп отырған. Осман ибн Афан, Әли ибн Абу Талиб, Уби ибн Қағып, ибн Мазғуд, Саид ибн Сабит, Абу Дарда, Муғаз ибн Жабал, Абу Заид және тағы басқа сахабалар Құранды жатқа білумен танымал болды. Құранның бөлек-бөлек түсуінің оның оңай жатталуына мүмкіндік жасады. Мұхаммед пайғамбардың өмірінің соңына дейін уахи келуі ықтимал болғандықтан, оның көзі тірісінде Құранды бір кітап етіп жинақтау мүмкін болмады. Ол өмірден өткеннен кейін ғана уахи тоқталғанын айқындалып, алғашқы халиф Әбу Бәкір өз кезінде Құран бір кітап етіп жинақталды. Ан терісіне, құрма ағашына, сүйекке, тегіс тастарға жазылған Құран аяттарын жинақтап, бір кітап ету Заид ибн Сәбитке тапсырылды. Оған Хазіреті Омар, Әли Осман, Уби ибн Қағып көмектесті. Мұсхаб әл-имам деп аталған осы кітап алдымен Әбу Бәкірде, ол қайтыс болғаннан кейін Омарда, кейін Омардың қызы Хафсаның қолында сақталды. Ислам дінінің Арабия түбегінен шығып, алыс шалғайларға тарап, әртүрлі халықтардың дінді қабылдауы Құранның нұсқаларының көбейтуді қажет етті. Осылайша Осман халифа Құран кәрімнің нұсқаларын жазатын кеңес құрды. Оның құрамына Заид ибн Сабит, Абдулла ибн Зубайр, Сағид ибн Әби Уаққас, Абдурахман ибн Әл-Харис ибн Хашим сияқты Құранды пайғамбардың өз аузынан жаттаған сахабалар енді. Құранның нұсқасы Мұхаммед пайғамбардың көзі тірісінде хафиз атанған сахабаларға оқыту арқылы тексеріліп, кітаптың алғашқы нұсқасымен салыстырылып көбейтілді. Осман халифа Омардың қызы Хафса Аммул Мумниден сақталған қолжазбаның негізінде жасалған Құран нұсқалары ислам орталықтары болған Басра, Куфа, Дамаскіге бір-бір нұсқадан жіберілді. Бір-бір нұсқа Мекке мен Мединеде де қалдырылды. Бүгінгі Құран кітаптары осы нұсқалармен салыстырылып жазылады. Мұсылман ғалымдар Құранның басты тақырыбы адамды жоғары адамгершілік иесі болуға және адамдардың бейбітшілік пен тыныштықта, бір-бірімен сүйіспеншілік пен қайырымдылықта өмір сүруге шақыру деп көрсетеді. Олар Құран әртүрлі оқиғалар мен сұрақтарға байланысты 23 жыл бойы түсуі себепті. Онда адамның өмірлік басты сұрақтарының бәріне жауаптар бар деп түсіндіреді. Сондай-ақ онда барлығы да бұрынғы кітаптар, Таурат, Забур, Інжіл және басқа да жазбалар қамтылған.
діни құндылықтар, тарихи оқиғалар, пайғамбардың өмірі, ғибратты оқиғалар қамтылған. Ислам ғалымдардың Құранның ислам мәдениетіне өркендеуіне жағдай жасаған басты себебі ретінде Құранның адамды ақыл-ой иесі ретінде бағалап, оған ақыл мен ойдың қабілетін жетілдірудің, интеллектуалды дамудың міндеттейтін ерекшеліктерін көрсетеді. Алланың тілек адаммен сұхбат құруы оның ақыл иесі болуына байланысты. Сондай-ақ Алланың адамға аманат жүктеп, оны өзге тіршілік иелерінен артық етуі себебі де осы ақыл деп ұқтырады. Құран аяттарында адам егер даналықты өзіне міндеттесе, ақиқатты іздеуді өз мойнына алса да, онда Алланың білім көкжиегін кеңейтіп, жолын ашады деп уәде етеді. Мысалы, Құранда егер дүниеде екі құдай болса, дүние бұзылар еді. Әнбия сүресі 22 аят. Бір Алладан басқа Алла жоқ. Егер де басқа бір Алла болса, әрқайсысы өзінің жаратқан нәрсесімен кетеледі дейді. Бірін-бірі жеңер еді. Алла тағала мұндайлардан пәк. Муминун сүресі 91 аят. Егер видео ұнаса, пікіріңізді қалдырып, қазақ контентінің дамуына үлес қосыңыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыз.